әр жердің халқы өзі сайлауы керек. Президент шексіз билікке ие болмау керек. Америкада солай. Американың бұл жүйесі диктатураның алдын алатын жүйе. Қарағандының халқы, сол Қарағандыда туып өскен, Қарағандының желіне беті күйген, соның суығына, тоңған, ыстығына күйген бір азаматты сайлау керек. Семейдің халқы да солай істеу керек. Семейдің ана Алтай ақырып тұрған қысында тоңған, Семейдің жерінде табаны ыстығына күйіп, суығына тоңған азаматты, маңдайының тері Семейдің топырағына тамған азаматты сайлау керек. Батыстың халқы да, Оралдың, Ақтөбе, Ақтаудың, Атыраудың халқы да сол өз жерінде туып өскен азаматты. Тіпті сол жердің халқы оның керектесі атасын, әжесін, нағашы атасын, нағашы әжесін білетін. Сол жердің халқы сыйлайтын әулеттен шыққан азаматты өздері сайлау керек. Оны жаңағы қазақтың бандиттік, пирамидалық, қарақшылық, диктатуралық жүйесінен біреу, мен сендердің әкімдеріңмін деп, өмір ол жердің ыстық суығына тоңбаған біреу бармауы керек. Міне бұл диктатураның алдын алады. Америкада президенттің билігін шектейтін осындай жүйе болғандықтан, Америкада демократия болып отыр. Қазақтар, мен осы нәрсені сіздерге айтамын. Әрине, ұлы жүздер көп қоныстанған жерде, солар өздерінің ішінен бір ұлы жүздің азаматын сайласын. Тіпті оның керектесі жүзіне де қарамасын, руына да қарамасын. Сол азамат сол жерде туып өскен, және сол жердің халқы оның біліміне, білігіне, біліктілігіне сенген, сенім артқан азамат болсын. Және ол ісімен дәлелдесін. Егер ол дәлелдей алмаса, жұлып алып орнына екінші біреуді қоятын болсын. Міне осындай жүйе елді дамытады. Елді осындай жүйе дамытады. Сондықтан қазақтар трайбализммен ауырмаңыздар. Менің алдыңғы лекциямда сөйлеген, неге батыстың кіші жүздерін қақпайлайды, неге кіші жүздерді ұлы жүз билеу керек деген лекциямды кішкентай жерін қиып алып салып, мына Серікжан ұлы жүз бен кіші жүздің ортасына от салғалы жатыр деп, мына қытайшыл сүмелектер, мына биліктің итаяғынан жуынды ішетін сүмелектер халыққа мені сүйкімсіз қылып көрсетіп жатыр екен. Мен лекциямның толық мәтінін тыңдаңыздар. Мен ұлы жүздерді жек көрмеймін. Менің әкемнің нағашысы ұлы жүз. Менің әжем ұлы жүз. Мен сол ұлы жүздің жаңағы жиенінен тарап отырмын. Ұлы нағашымыз ұлы жүз. Мен жек көрмеймін. Біздің қанымызда да ұлы жүздің қаны бар. Сондықтан мен трайбализммен ауырмаймын. Мен демократиямен ауырамын. Мен әрбір жердің халқы тегіне, нәсіліне, тіпті керектесе діни ұстанымына, керектесе тайпасына, руына қарамай, жүзіне қарамай, тепе-тең болып, әділ сайлаумен сайланса екен деймін. Сосын болашақ Қазақстанда мына сектабастарды биліктен шеттету керек. Мына мұхтарам жамағат дейтіндерді қуу керек. Құрту керек. Бұл сектабастар билікке келсе, Қазақстанда Ауғанстан жасайды. Ал басқа сұрақтарыңыз болса қойыңыздар. Басқа сұрақтарыңыз бар ма? Мысалы, мен болашақ парламенттік республиканы құрсам, немесе халық сіз президент болыңыз, не премьер-министр болыңыз десе, енді бұл жерде бірінші билік президентте ма, бірінші билік премьер-министрде ме олмаңыз демес. Мен қазақ елінің басшысы болсам, егер бір қазақ шоқынып, христианмын деп тұрса да, бірақ ол білім саласын, ғылым саласын дамытатын болса, мен Қазақ республикасының, біз оның атын өзгертеміз дедік қой, Алаш республикасы дейміз дедік. Алаш республикасының білім және ғылым министрі, немесе оқу ағарту министрі қылып, христиан қазақты тағайындауға мен дайынмын. Министр қылып. Себебі Америкада министрлер, президенттің кейбір министрлер тағайындау құқы бар ғой, мысалы, өзінің орынбасар президенті тағайын. Мен тіпті христиан қазақты орынбасар президент қылып, қасыма орынбасар қылып алуға дайынмын. Маған оның христиандығы маңызды емес. Маңыздысы ол осы мемлекеттің оқу ағартуын дамытатын толық мүмкіндігі болып, энергиясы болып, миыны жетіп, күші жетіп, осы біздің
қазақ елінің, алаш елінің оқу ағарту жүйесін, білім ғылым жүйесін дамытса, болды. Ал ол үйіне барып шоқына ма, шіркеуге барып шоқына ма, ол кәлима айта ма, айтпай ма, ол намаз оқи ма, оқымай ма, маған маңызды емес. Ол намаз оқи ма, оқымай ма, ол Исаны пайғамбар дей ма, демей ма, жоқ Исаны Құдай және Құдайдың ұлы дей ма, кел рух дей ма, ол оның өзіне ғана қатысты нәрсе. Ол тек мен басқарған елде дін таратып кетпесе болды. Дінді діни рұқсаты бар адамдар таратып, дінмен айналысу керек. Ал егер ол мен қазақтың, алаш елінің білім ғылым саласын дамытамын, оқу ағартуын дамытамын дейтін мүмкіндігі болса, дәлелденген адам болса, мен соның дініне қарамастан, руына қарамастан, ол Моңғолияда туа ма, ол Өзбекстанда туып өскен, ол Түркияда туып өскен, ол Германияда туып өскенге қарамай, мен соны өзімнің министрім қылып қызметке қоюға дайын. Міне бұл демократия. Украина бір жойыттың баласын президент сайлап отыр. Міне бұл демократия. Қазақстан 85% қазақ жасайды. 90%-дан асты қазақ. Қазақтың дені мұсылман. Бірақ бізді мұсылмандықпен мүлгітіп, жаңағындай мұнафиқ имамдармен, сатқын ұстаздарменен мүлгітіп, халықты қанап езіп отыр. Жаңағы сектабастың қайсысы кедей? Жаңағы ұстаздарыңыздың қайсысы кедей? Мінгендері жип, алғандары тоқал. Сен оның ит қорасында жетпейтін үйде тұрасың. Оның бағып отырған иті сенің қатының екеуің жататын үйден үлкен. Оның итіне беретін тамағы сенің балаңа беретін тамағыңнан жақсы. Осы сектабастар, осы аталмыш ұстаздарыңның қайсысы қиналып өмір сүріп жатыр? Бәрінің бәленбай тоқалы бар, түгенбай кәтежі бар. Шалқып елден елге, шетелден шетелге қыдырып өмір жүріп. Қажылықтың өзінде сен бара алмай жылап еңіреп жүргенде, ол 100 мәрте қажылық жасағанын мақтанышпен тойлап, той жасайды. Көрдіңдер ме қазақтар? Мен алхамдулилла мұсылманмын. Мен әлгінде ғана бесінімді оқып алдым. Осы лекциямнан бір шамасы жарты сағат бұрын, бір сағат бұрын бесінімді оқып алдым. Міне мен екінтімді оқимын қазір. Лекциямды аяқтым. Алхамдулилла мұсылман. Бірақ менің құлшылығым біреуге көрсету үшін емес. Біреу, сөкең мұсылман екен, машалла, яман, вай, мұша кіші тақуа, алхамдулилла, десін деп оқымайым. Мен құлшылықты өзім ауаша, пердемді түсіріп қойып, ауаша жай намазымды жайып, көбінеке ғұсыл алып, кейде асықсам ғана тақарат алып, көп жағдайда ғұсыл алып оқимын. Кеш өтінде тахажудқа тұрғам жоқ. Мысал, алдыңғы түні тұрып оқыдым. Неге оқимын? Өзім үшін оқимын, ешкім үшін емес. Сектабастар дінді қалай ұстайды? Елге көрсету үшін ұстайды. Айналасына елді жию үшін ұстайды. Жиіп-жиіпке бен соңында елбасы аман болсын деу үшін ұстайды. Менің ұстанған дінім өзім үшін. Неге? Мен жаратушының бірлігіне, барлығына, ежелден бар мәңгілік, теңі жоқ, ұқсасы жоқ, серік жоқ екеніне сеніп, иман білдірген, соған сеніп, кәлима айтқан адамын. Менің құрттай, есімді білер білместен атам жарықтық маған құлқуалланы жаттатқан. Менің атамнан алған діни білімім қазіргі мына сіздердің ұстаздарыңыз енді елге жаңалық ашқандай болып, тыңғырлық ашқандай болып жеткізіп жүргенде, мен мұрнымнан маң ағып жүргенде тыңдаған әңгімелер. Мен басымнан, бақайшығымнан дейін, тісімнен тырнағыма дейін, мен бұл тәрбиені алып қойғам. Себебі бұрынғы ескі қазақтар бұл білімнің бәріне жетік болды. Көрдіңіздер ме? Жетік болды. Мен жетік болды. Мен нанамын. Мен өлген соң тірілетінге нанамын. Мен жаратушының шексіз ғылым иесінде екендігіне нанамын. Мен нанамын. Ал бірақ мен елді демократиялық жүйемен басқарсам деймін. Неге? Демократиялық жүйе деген ол тек христиандардың патенті емес. Демократиялық жүйе деген әрбір адамға әділ болу, тең болу. Міне, байлықты тең ұстау, өндірісте әділдік болу, мемлекеттің ісінде ашықтық болу.
кіммен қандай келісім шартқа отырдың, қанша салық төледі, мемлекет қанша қарыз берді, қанша қарыз алды, соның барлығы халыққа жеткізілу керек. Бір топ билікті басып алған қарақшылар өз білгенін істейтін мына жүйе емес. Бұл Құдайдың лағнетіне қалатын жүйе. Ал басқа қандай сұрақ бар? Басқа қандай сұрақ бар? Рахмет. Күміс мүше болған азаматтар бар екен. Рахмет. Сұрақтарыңыз болса қойыңыздар. Солтүстік Қазақстан облысында қазақтандыру жұмысы неге жақсы жасалмайды? Мына зұлым билік оған мүдделі емес. Зұлым билік Ресейдің қуыршағы болғандықтан солтүстік Қазақстанды қазақыландыруға мүдделі емес. Қандай сұрақ бар? Біз билікті қолға алсақ, тұтас Қазақстан қазақыланады. Орыстың өзі түгіл, итіне дейін қазақтың иті сияқты үргізтіп жібереміз біз. Біз бір-ақ жылда Қазақстанда тіл мәселесін шешіп тастаймыз. Орыстар Қазақстанда бір жылдың ішінде қазақша сарнамақ түгілі, орыстар отырып ой деп домбырамен ақындар айтысын өткізетін деңгейге бір-ақ жылда жеткізіп жібереміз. Түс көрсе қазақша түс көріп, ұйқы сұраса қазақша ұйқы сұрайтын қылып жібереміз. Біз соны істейміз, істей аламыз, оған мүмкіндігіміз жетеді. Ал қазақ тілін өмір бойы сорлығып, босағадан асырмай отырған, төрге телмеңдетіп қойып отырған мына Орысқұл, Назарбай Тоқаевтық, Құлыбаевтық қылмыстық бандиттік жүйе. Қазақтарды әдейі дискриминация жасап, орысша үйренуге мәжбүрлеп сөйтіп отырған мынау қылмыстық бандиттік жүйе. Ал қандай сұрақтарыңыз бар? Сұрақтарыңыз болмаса демаламыз ба? Қандай сұрақтарыңыз бар? 2029 жылы Тоқай кетен ма дейді. Мәселе 2029 жылға дейін сен оянып үлгіресің, үлгірмейсің бе? Оянған қазақ көп бола ма, аз бола ма, соған байланысты. Егер 2029 жылға дейін бұл қазақ оянбаса, онда Тоқай отырады. Тоқай кетеді, оның орнына Соқай келеді. Кремльдің бір қуыршағы кеп жайғасады. Мүмкін ол Ерлан Қарин, мүмкін Айдос Сарым, мүмкін Дос Көшім, мүмкін тағы бір Есекбас, Орысқұл, Итбай Шортбайдың біреуге отыра қалады. Сом жаңағы тикток имам мұнафиқ діни ұстаздарың мұхтарам жамағат дұға қылайық енді. Алланың жазғанына көну керек. Мұсылманның қаруы дұға деген деп отырасыңдар сөйтіп міне. Тағы қандай сұрақ бар? Мадуро қашама Мәскеуге дейді. Енді Путиннің оны қорғайтындай шамасы да жоқ. Путин енді соңғы Мадуроның көмек сұрағанына енді алақаның жай дұға қылайық, коммунистің қаруы дұға деген Маркс, Сталиннің, Лениннің әруағы қолдасын енді дұға да болайық депті. Демек, Мадуро қашалмайды ау шамасы бұл бетінде. Қандай сұрақ бар тағы? Ендеше сұрақтарыңыз болмаса демалайық. Мен 99 минут 29 секунд сөйлеп қойыппын. Америка бөлініп кету мүмкін ба дейді. Бұл енді орыстардың ұйықтамай көп күндізде көретін түстері Америка бөлінемі деген. Бұл ертегі. Американың шығысынан батысына, батысынан шығысына
Оңтүстігінен солтүстігіне біз қыдырдық, міне, көрдік. Бұл ел бірлікке келген, мәдениеті, болмысы, көзқарасы, ұстанымы біркелкіленген ел. Бұл кәдімгі бір тұтастыққа жетіп қойған ел. Және халқының сауаттылығын мен көріп, мен жағамды ұстадым. Мен қаншама елді көрген азаматпын ғой. Мен мұндай сауатты халықты жер бетінен кезіктірген жоқпын. Таудың басында, теңіздің бойында, аралда, көлікте, тамақханада, кофеханада кез келген адамдармен сөйлесіп жүріп, саясаткерлерім былай ғой, қарапайым бұқарасымен кездесіп отырып, мен Америка халқының саяси сауаттылық деңгейінің аса жоғары екендігін көрдім. Ол егер Американың халқын адам десек, онда біз маймылмыз. Біз маймылмыз. Біз әлі маймылмыз. Біз сол біздің бар біліміміз, бананды аршуға, маймылдар бананды жегенде де аршып жейді екен ғой. Біздің бүкіл жиған терген біліміміз сол бананды аршып жейтін деңгейдегі білім. Егер бұлар адам болса, онда біз маймылмыз. Біздің бар біліміміз сол банан аршып жеу. Бананды кем дегенде қабығымен жемейтін ғана біліміміз бар. Сондықтан Америка бөліне ма деген, бұл орыс пен Қытайдың арманы. Сөйтіп, ойбай, Америка не құрды, міне құрды дейді. Америкада мына республикашыл президентті ұнамай қалса, дүрк етіп көтеріліп, бір демократ президентті сайлай салады. Демократ президент ұнамаса, дүрк көтеріліп, бір республикашылды сайлай салады. Таққа Назарбаев құсап 30 жыл жабысып отырайын десе, жұлып алады, жындысың ба сен? Пайғамбар куәлігің болса да кет жары дейді. Сен Иса пайғамбар болсаң да, ана жақта пайғамбар болшы, кетер, сен 4 жылдан 2 мәрте отыруға шамаң бар, 30 жыл деген немене дейді. Отырғызбайды ешкімді. Көрдің ба? Отырғызбайды. Сондықтан бұл Америка. Енді қара мысал. Трамптың әзіл өткенде бір әзіл айтты. Сіздер соны көрген боларсыздар. Керемет әзіл айтты. Мен соны сақтадым ба, сақтамадым ба? Трамптың әзілі бұлай. Мұна Америка дейді. Мұна кіммен кезіккен кезде? Ши Цзиньпинмен кезіккен кезде дейді. Ши Цзиньпиннің екі шетінде 6 адам отырды дейді. Мен соның ішіндегі политбюроның Ши Цзиньпиннен кейінгі екінші адамына сөйледім дейді. Ол маған жауап қайтармай қойды дейді. Тастай қатып бүйтіп дейді. Тура оқтау жұтып алғандай дейді. Қазақша аударған. Оқтау жұтып алғандай сықиып тұр дейді. Сосын мен оған екінші мәрте сөйледім дейді. Сөйсем ол маған тіпті жауап қатып елеген де жоқ. Сосын мен айттым дейді, өтініш мені бір адам екен деп елеп ескеріңізші дедім дейді. Сөйсем әлі үндемей деді, маған жауап қатпайды дейді. Сосын бір кезде Ши Цзиньпин тұрып айтты дейді, сіздің барлық сұрағыңызға мына мен жауап беремін деп айтты дейді. Трамп өз аузымен айтты осы сөзді. Сосын айтады, мен ана Ши Цзиньпиннің ішкі кабинетіне қарап дейді, кабинет деген ана ең жоғарғы политбюроның адамдар ғой Ши Цзиньпиннің қасында. Мен жаман қызығып кеттім дейді. Трамп әзіл қой неме ғой. Мен жаман қызығып кеттім дейді. Шіркін-ай, менің кабинетімде мені сондай тыңдаса ғой дейді де. Мысалы мен сөйлесем, мына Джиди Ванс сөзімді бұза береді дейді. Орынбасар президенті Джиди Ванс айтады. Мысалы мен сөйлеп жатсам, мына Джиди Ванс жағаласып сөзімді бұза береді дейді. Сен білсеңдер өзінен сұраңдар дейді. Мен де ана Ши ұқсап бір кайф алсам ғой шіркін. Бір-екі күн болса да менің ішкі кабинетім дейді. Менің мына кабинетім дейді. Мен бір-екі күн болса да Ши Цзиньпиннің командасы ұқсап маған бағыныңдар. Мен де бір-екі күн Ши ұқсап кайф алайт етейін дейді ғой. Трамптың сөзі де. Мен қойып береймін. He's a tough man. Smart man, actually. Very smart. The press doesn't like it when I call him very smart. You know, they think I'm not... Ши Цзиньпин дейді, өте қиын адам дейді. Таф деген қиын. Жаңағы ұстасу қиын деген сөзді таф деген, күрделі, қиын деген адам. Және ол өте смарт дейді, өте ақылды адам дейді. Ол деген 1,4 миллиард адамды басқарып тұр ғой дейді. 1,4 биллион адамды басқарып тұр ғой дейді. Ешқандай question жоқ дейді, ешқандай сұрақ жоқ дейді. Біз онымен жиын ашқанда дейді, мына сіздерде бірнешеуіңіз болдыңыздар ғой дейді, өз көздеріңізбен көрдіңіздер дейді. Ол сонда отырды дейді ортада. Оның екі шетінде дейді,
6 адам отырды дейді. One of those people was Олар деген бұлай отыр дейді. Трамп көрсетеді міне. Бүйтіп отыр дейді да. Олар бұлай қатып отыр дейді. like this. Бүйтіп кеудесі бүйтіп береді. Оқтау жұтып алғандай отыр дейді да. Енді образдап айтқанда. Attention. And I made a comment to one of them, and Мен олардың ішіндегі біреуіне сөйледім дейді. Ол маған жауап бермейді дейді. no response. Ешқандай респонс жоқ дейді. Респонс деген ешқандай реакция жоқ дейді. Реакшн жоқ дейді. No response дейді. You gonna answer me? I got no response. Ши Цзиньпин оларға жауап беруге рұқсат бермеген дейді. And President Xi didn't let him have any. So, if there's any question, I said, I want my cabinet to Менің кабинетімде осындай сөз тыңдаса ғой шіркін-ай дейді де Трамп. Бұл енді әзілі. have like that this week. Елдер күліп жатыр қарқылдап. Менің кабинетімде сондай сөз тыңдаса ғой дейді де. Елдер күліп жатыр. I want Олар бүйтіп отыр дейді. Трамп бүйтіп кеудесін көреді. Олар қатып отыр дейді. Оқтау жұтып алғандай дейді. thing up like that, Tim. Just nice and straight. I never saw Marsh. Мен дейді ешқандай бір кабинет дейді. Отырғанда өстіп қайқайып дейді. Бір қорыққандай отырған көрмеппін дейді. God, I've never seen men so scared in their lives. Мұндай төрағадан мұндай қорқатын деңгейді көрмеппін дейді. They have the equivalent of a vice president. Сосын мен ең соңында айттым дейді ана орынбасарына дейді. Ей, сен мен сұрағыма жауап бересің бе бермейсің бе деп айттым дейді. I said, are you going to answer my question? And he's like, he doesn't move. I said, Ол менің сұрағыма жауап бересің бе өзі тегі десем дейді. Үндемейді дейді. what's wrong with this guy? I will answer all questions. Сол кезде Ши Цзиньпин айтты дейді. I will answer your question дейді. Ана дауысына Трамптың дәртіс қоянды. Трамп дәртіс айтады. I will answer your question деп айтты дейді. Мен сенің сұрағыңа жауап берем деп айтты дейді. He behaved like that. JD doesn't behave like that. JD дейді. JD деп ана GD1-ды JD деп қысқартып айып қойған бас әріптерін қосын. JD-ді көзі мен сөзімді бөле береді ғой дейді. He bloods into conversations. What's Сендер маған өзі бірнеше күн осылай бір бағынып көріңдерші, бір кайып болайын дейді да міне. I want to have that for at least a couple of days, okay? Маған бірнеше күн сөйтіп бір сондай неден бір кайф алсам, рахаттансам жеткілікті дейді. A couple of days дейді. Keep you long term, but a couple of days. Оны ұзақ, оны long term, ұзақ мерзімді керек емес маған дейді. Маған бірнеше күн сөйтіп бәрің дейді, мен сөзімді бөлмей, маған менен қорыққандай деген келтіреді де. Міне Трамптың әзілі. Диктатура мен демократия. Трамп Ши Цзиньпинді масқаралап отыр. Тіке кәдімгідей. Әне сімен көрсетіп, президент әзіл қой. Американың президенттері негізінен қатты шешен, қатты әзіл қой адам болады. А сіздердің президенттеріңіз қалай болады? Алдында қағазды, қатшысы жазып берген қағаздың қылдап әрең оқиды. Американың президенті ұшаққа шығып барып, ұшақтан түсерде әскерилермен кезігіп, тіке бір қағазға қарамай 3 сағат сұхбат өткізе береді. Ақ үйде Трамп күнде журналистерді қабылдайды. Күнде. Сіздердің тақай айында жылында бір журналистке сұхбат бере ма? Айында жылында тақайдың бір журналистке сұхбат бергенін көресіз бе? Оның өзі тікелей эфир бола ма? Жоқ. Ана жерін қиғыздып, мына жерін айтқыздып, журналисті бір тақайдың бір көрсетіп, қиятын жерін қиып, ана алдынан экраннан көрсетіп тұратын жазу, экраннан мынандай суфлерлік жазу өтіп тұрады, соны ана оқып, сөйтіп көзі бүйтіп отырады. Ана жолды бұлай оқып, бұлай бүйтіп отырады. Ал Трамптың сағат журналистерге сұхбат. Ұшқан ұшағына журналистерді қосып салып алып, ұшақта журналистерге сұхбат беріп отырады. Ұқсамайды. Себебі ол халқы сондай энергиясы бар, мына басы сақылдап істеп тұрған, кез келген сұраққа жауап бере алатын, керек па сан цифрларға дейін миында сақталған, өз болмысы табиғаты соған дайын адамды, өз Құдай сондай талант берген, және өзі кейін ізденіп сол жетістікке жеткен адамды тағайындайды. А сіздердің мына бұлғалаңдап көті маймаң еткен тақайдың ана жүрісінің өзін көргенде құсасын ғой. А теуіп тезегін шығарғың келеді де. Соған ана тақайды бір Американың бір еркек иіскеуге құмар бір зеңгісіне ұзатып, TikTok имамға некесін қидырып, содан құтылу керек сіздер. Не бір Африкаға ма бір тайпақ ұзатып жіберіңіздер. Африкаға. Африканың бір қара зеңгілері кезектесіп, сондай бір тайпалар болса ұзатып, TikTok имамды қосып ұзатып жіберіңдер барып. Күнде бір зеңгімен некесін қиып отырсын. Мына тақайдан құтылмай қазақ
Бастарыңнан сор арылмайды. Американың президенттері әзіл қой. Мысалы, Рейганды атты. Рейганды атқан адам кім? Бір шіріген байдың бір есер соғылы атты. Ол не кетті? Бір Холливудтың бір әртіс сұлу қызына ғашық болған. Сөйтсе ол Холливудтың сұлу әртіс қыз айтады: сен кімсің? Сен бір әке шешеңнің байлығына мас болып жүрген есер соқсың. Өзіңнің бір жетістігің жоқ, жаңалығың жоқ. Жарайды, әке шешеңнің байлығына негізделіп, өзің одан арман бір дамып көтеріліп, бірде екі қылған азамат болсаң тиер едім, кетші ара деген ғой. Ананы менсінбеген, сен қысқасы бір үстіңе киім іліп алған бір байдың ерке тотайсың, ары жүр деген ғой. Ана жігіт ары ойланады, бері ойланады. Не істеу керек? Шығарма жазайын десе, творчестволық шығармашылық таланты жоқ. Әкесінен 1 миллиард доллар алып, оны бірдемде 2 миллиард жасайын десе, бизнестік таланты жоқ. Бизнестік таланты жоқ. Не істерін білмейді. Содан өзінің батыр екендігін дәлелдеу үшін Американың президентін атайын дейді ғой. Сөйтіп, Американың президентін атып, анан атқан мен жер әлемді шулатқан батырмын деп, әгі қыздың жүрегін өзіне бұрмақ болған ғой. Содан ол дайындалып, Рейганды атады. Бір емес, бірнеше жерінен атады. Рейганның жүрегіне 1 миллиметрге қалған ғой оның оғы. Ана атқан оқ жүрегіне 1 миллиметр қалған. Егер 1 миллиметр ауытқыса жүрекке тиеді екен. Жүрекке тиді, бітті, өлді ғой. Сонда ана Рейганның әзіл қойлығы. Мына Советті құлатқан Рейган ғой, Тэтчер екен. Сонда Рейган жүрегін операция жасағалы, жедел жәрдемнің дәрігерлері келсе, анау өзі бітіп қансырап жатқан Рейган көзін ашып дейді. Ана әзіл қойлығын жоғалтпаған адам: демократсыңдар ма, републикансыңдар ма деп айтады дейді. Міне, көрдің ба? Демократсыңдар ма, републикансыңдар ма деп айтады дейді. Демократтар партиясыныкісіңдер ма, республикашылдар партиясыныкісіңдер ма деген сұрақ қой. Өзі республикашыл ғой. Көрдіңіз ба? Ол кейін Рейган ол шын болған оқиға екен. Кейін оны өзі жазылып тірі қалып, жаңағы Ақ үйде сопақ үстелде отырып журналистерге сұхбат бергенде айтады: мен жұбайым айттым, уайымдама дедім, жұбайым айттым дейді. Сон жұбайым айттым дейді, бір қорқынышты жағдай болды. Енді мені кім атқанын білмеймін, бірақ жүрегіме ота жасайтын дәрігер демократ екен. Соны естігенде қатты шошып кеттім деп айтқан, әзілдеп айтатын видеосы бар болатын. Міне, Американың президенттері осындай әзіл қой. Трамптың, Ши Цзиньпиннің ішкі кабинеті туралы айтқан әзілінен ақ білсеңіздер болды.